Біз барлығымыз өзіміз қалыптастырған қоғамның құрбанымыз. Ерлер мен әйелдер жалаңаш жүреді. Бірақ мысалы ер адамдар кішкентай бала құмда жалаңаш ойнап жүрсе, оларға қызығып қарамайды. Осы ба? Ақымақтардың іс-әрекеттерімен күресеміз. Насихатты қойып ақиқатқа өтуіміз керек. Магияны қойып мәліметке өтуіміз керек. Мысалы, жас бала кезімізде бізде мысалы еврей халқын, өзбек халқын, қырғыз халқын болмаса қытайларды жек көруге тәрбиелесе, басқа діндерді, кәпірлерді жек көруге тәрбиелесе, біз солай тәрбиелеп, солай қалыптасамыз. Кейін өскеннен кейін сені санаңнан оны өшіру қиын да, оларды да түсінуге болады. Өйткені ол сол қоғамда солай тәрбиеленіп өскен. Адам біз ойлағандай емес, жалпы орта сондай. Адам сен ойлағандай емес, яғни қоғам сондай, мәдениет сондай. Мысалы, метафизиктердің мынандай мәселесі бар. Ми материалды дейді да, яғни рухани дейді. Метафизиктер айтады. Мысалы, бірақ оған теріс шығаратын дәлел айтайын. Егер сен әкең қытайларды жаңа айтып жатырмын, басқа ұлттарды, басқа діндерді, кәпірлерді жек көруге тәрбиелесе, сенің памятыңда ол қалып қалады, яғни миыңда қалып қалады. Солай емес па? Әрине. Оны өшіру қиын. Яғни ми материалды, бірақ рухани емес. Ол жай ғана памяттен тұрады, яғни электросеттерден тұрады. Мысалы, сенің артыңа ісік шықса, яғни сенің көзің көрмей қалуы мүмкін. Солай емес па? Сіз айтқыңыз келіп отқаны электросеттерден және электронейрондардан тұрады. Яғни солай жеткізгім келіп отқаны ғой. Сол сияқты адамның тіліне ісік шықса да, адамның дәм сезбейтін сияқты. Ми, адам өлген кезде миы рухқа айналып ұшып кетпейді. Адамның миы тек қана өшіп қалады. Яғни сен айттым, электросеттерден, электронейрондардан тұрады деп. Сондықтан бұндай тұжырымды біз жастарға, балаларға жеткізудің керек жоқ деп ойлаймын. Яғни бұл магиялық мәлімет. Бізге нақты информация беру керек жастарға. Ол мидың қыртыстары, ми электросеттерден, нейрондардан тұратын туралы мәлімет беру керек. Ол тек қана память жинайтын туралы, яғни ескірген, ескі қағидаттағы мәліметтерді берудің қажеті жоқ деп санаймын. Әлі күнге дейін, мысалы, жұлдыз ақса, адамдар өлді, бір адам өлді деген сенім бар. Бала кезімізде біз айтып жүруші едік қой. Адам өлген кезде жұлдыз ағады деген сияқты. Мексикада әлі мынадай ұғымдар бар. Бізде Мексикадағы үйлер тепешек болып салынады. Білесіздер ма? Пирамидалы. Иә. Бір-біріне кіші биік қылып. Неге? Өйткені оларда сайтан түзу жолмен жүрген жақсы көреді, дьявол деп. Солай қабылдайды да, сондай сана сезім бар. Мысалы, әлі күнге дейін жанартау, яғни вулкан ашуланады деген ұғым бар. Вулкан ашуланады, сондықтан бізде қаһар болып жатыр. Біз қаһарға қалдық, жанартаудың атылуы. Бірақ жанартаудың атылуы неден болатын қазір белгілі. Дұрыс па? Ғылым ашып берді. Сол сияқты, мысалы бұрындары жанартау атылған кезде білесіздер, адамдарды құрбандыққа шалған, яғни жанартауды тынышталдыру үшін. Әлі күнге мысалы біз айтып жатады, бұрын жақсы еді, бұрын осылай еді деп. Негізі бұрын жақсы болмаған, бұрын мысалы қалай болған? Бұрында адамдарды құрбандыққа шалатын болған, бұрын құлдар асырайтын болған, бұрын әйелдерді таптайтын болған. Дәл қазір ондай мәселелер қазір тынышталып келе жатыр ғой. Бүгінде мысалы адам құрбандыққа шалмайды, бүгін қойларды құрбандыққа шаламыз. Енді үміттенемін, болашақта қойларды да құрбандыққа шалмай деп ойлаймын. Алға қарай жылжып келе жатыр, адамның ой өрісі дамып келе жатыр деген сияқты. Біз балаларға жасанды құндылықтар үйреткен сайын болашаққа қауіп төне береді. Балаға бала деп қараудың керегі жоқ. Оған бүкіл мәліметті беру керек. Бүгінгі әлемде басты кемшілік біздің адамдардың.
мынаға сенеді. Адамдарға мінез құлық, қасиет дегендердің бәрі адамның өзінің ішінен туындайды деп ойлайды. Ол қате пікір. Бұл ортада қалыптасатын дүние. Яғни сіз Иранда туылсаңыз, сіздің құндылығыңыз басқаша болады. Үндістанда туылсаңыз, сіздің құндылығыңыз басқаша болады. Үндістанша ойлайсыз, соларша тағзым етесіз, соларша жүресіз да, үндістанша. Яғни үндістен адам ұқсап. Сондықтан адам бүкіл әлемге тек қана өзінің қоғамының көзқарасымен қарайды. Әлемге шексіз, яғни әр ракурстан, яғни объективті көзқараспен қарау үшін адамға ең керек нәрсе ғылым мен білім. Ізденіс, яғни біз мәлімет дейді ғой. Сондықтан балаларға біз көбінесе дұрыс мәлімет беруді үйренуіміз керек. Біз мысалы адамдарға маңызды деген ғана ақпаратты беруіміз керек. Маңыз емес ақпаратты алып тастауымыз керек. Мысалы халық дәстүрлері, сол қоғамның пікірі, атадан қалған өсиет, не жақсы, не жаман, не дұрыс емес. Бұл тұрғылықты мәдениеттің өзінің көзқарасы да. Яғни бұлардың барлығын жеңетін бірақ нәрсе ол ғылым мен білім. Ең дұрысы фильм арқылы адамдарға, яғни кітап оқу, адамдар өте аз кітап оқиды, сондықтан фильм арқылы жеткізген дұрыс сияқты. Мысалы, кейбір адамдар вулкан ашылуынан дегенге сенеді, сиқыршыларға, емшілердің іс-әрекеттеріне әлгіге сенетін адамдар бар. Мысалы, әйелдерді қоғамда екінші орынға қоятын қоғамдар жайлы білесіздер. Осылардың барлығын қалыптастырған қоғам мәдениетті өшіру үшін айттым ғой, ғылым мен білім керек деп. Әлі күнге дейін бізде соғыс, әлі күнге дейін бізде кедейшілік, аштық. Яғни адамдар тек қана әлі күнге дейін өзінің қара басын ойлайды деген сөз. Жаңағыдай алдында айтып өткеніңіз бойынша қарастыратын болсақ, сол кезде сіз адамдарды қалай өзгертуге болады? Қалай өзгертер едіңіз? Егер әлемді біз тура осы күйінде қабылдайтын болсақ, Эйнштейннің сөзі бар ғой, өмірде екі шексіз нәрсе бар дейді. Біріншісі ғалам, екіншісі адамның ақымақтығы. Бірақ екіншісіне күмәнім бар дейді. Барлығымыз біз бір жерден қателестік. Идеал адам іздеудің керегі жоқ. Өзінен жоғары адамды іздеудің керегі жоқ. Жалпы алғанда қоғамда адамдар кінәлі емес, жаңа айтқандай. Жеке бір адамды кінәлаудың керегі жоқ. Яғни ол өзінің мәдениетін, өзінің қоғамының, өзінің ортасымен қалыптасты. Көзқарасы солай. Оны өзгерту үшін жаңағыда айтып өттім, ғылым мен білім ғана керек деп. Мысалы, итті мейірімдеп тәрбиелеуге де болады, жауыз етіп тәрбиелеуге де болады. Мысалы, ескі бізде қазір көзқарасы бар ғой, қазірде оқып жатыр, бұрын көзқарас негізі. Арыстанды жабайы жыртқыш деп санайды. Бірақ оны киікті жеуге итермелеп тұрған жағдай бар ғой. Киікті жеуге, ол жабайы емес. Егер киік пен арыстанды бір үйде алып асырайтын болсаң, екеуіне бірдей тамақ беріп, көңіл беріп, екеуі өмір сүріп жүре береді. Онда асырап жүрген елдер де бар, адамдар да бар. Бірақ мысалы балаға да тура сондай. Егер бір балаңды, кішкентай қызыңды тізеңе алып еркелетіп алып, екінші балаң келіп қарап тұрса, саған мен де еркелетші деп көзқарас. Сен үлкенсің, балаң саған болмайды деп айтатын болсаң, бұл да қателік. Екеуіне де тізеңе алып еркелетуің керек. Яғни екеуіне бірдей көзқараспен қарауың керек. Мейірімді біз солай төгеміз. Бізде олай емес қой. Яғни үйге қонақ келетін болса, кішкентай қызымызды мақтап көрсетіп, осыны еркелетеміз, әлі үлкен ұлың, үлкен қызың шетте қалып қояды да. Ода қызғаныш қалай пайда болады? Солай пайда болады. Ит пен мысық та тура сондай. Жеке өзім үйімде ит пен мысық бар. Екеуі мейірімді. Неге? Екеуіне де мейірім төгеміз, екеуіне де тамақ береміз, екеуіне де бірдей қараймыз, сондықтан бір-біріне қызғанып ештеңе істемейді. Яғни тумасынан жабайы, тумасынан бір екеуіне қарама-қарсы туылған деген ұғым жоқ. Ит пен мысықты да ортасы қалыптастырып жатыр. Сіз айтқыңыз келіп отқан тумасынан бір-біріне жау болып туылмайды дегіңіз келіп тұр. Тумасынан ешкім бір-біріне жау болып туылмайды. Арыстан мен киік сияқты, мысық пен ит сияқты, болмаса мысық пен тышқан сияқты. Оларды ситуация дейді ғой, яғни жағдай итермелейді соған жеуге. Яғни сол үйіңде асырап отқан арыстанды тамақ беріп, егер орманға жібере салсаң, ол бәрібір киік жейді. Киіктің етін жейді, болмаса басқаның етін жейді, жабайы болып айналады. Неге? Өйткені соған мәжбүр. Мектептің де тура жағдай сондай. Біз бір баланы ақылды, бір баланы ақымақ деп бөлеміз. Ақымақ деген бала іші өшпенділікке толады. Өйткені сыныптастар ақымақ деп жамандайды. Мұғалімдер, сен адам болмайсың, сен ақымақсың деп адам іші өшпенділікке толады. Яғни ақымақ деп отқан баланың. Біз оны сезбейміз. Яғни біз өзіміз ақымақ адамды, яғни біз өзіміз топас адамды біз өзіміз жасап шығарып жатырмыз.
қоғам жасап шығарып жатыр, барлығымыз біргелікте сол адам жасап шығарып жатырмыз. Яғни қылмыскер де тура сондай, барлығымыз қылмыскерді барлық қоғам болып бірге жасап шығарып жатырмыз. Яғни абай айтады ғой, бір адам қателессе ол адам емес, қоғам кінәлі деп. Шынымен барлығына, мысалы бұл қылмыскер шықса, біз қылмыскерді алып не өлім жазасына басқа елдерде немесе өмір бойы бостандығынан айырамыз. Бірақ оған қоғам кінәлі, бірақ қоғам оны өзінің мойнына алмайды. Яғни адамды кінәлі, бір адамды, жеке адамды кінәлап шығарады. Яғни сенің көзқарасыңа бір адам жаман көрініп жатса, немесе жақсы көрініп жатса, немесе топас ақымақ көрініп жатса, яғни ол сенің көзқарасың. Саған ұқсамаған үшін ол жаман ба? Яғни бір адам сен түсінбесең, сен оны кінәлама, сен жай ғана кетіп қал. Өйткені сенің қалыптастырған көзқарасың бөлек, оның қалыптастырған көзқарасы бөлек. Мысалы мен тағы бір мысал келтіріп өтейін. Мынандай эксперимент жүргізген. Қоян, бір торға қоян, арыстан, қасқырды алып қамаған. Сөйтті қоянның мойнына жоғары вольтты электрошок қыстырып қойған. Қасқыр жақындаса да, арыстан жақындаса да тоғырады. Қоянды тоғырады ма? Жоқ, арыстан мен қасқырды тоғырады. Ол бірнеше рет қайталанғаннан кейін екеуі қоянды жей алмайды. Яғни қояннан, арыстан мен қасқыр қояннан қорқатын болады. Яғни қоян керісінше арыстан мен қасқырға қарай жүгіріп барады, ол шабуылдаймын емес, жай ғана. Олар қашатын болады. Яғни тура жаңағы топтық көзқарас қой. Яғни арыстан мен қасқыр табиғатынан жауыз, қоянға жауыз емес. Яғни біз өзіміз қолдан жасаймыз барлығы. Қылмыскерді де, ақымақты да, топасты да, жақсыны да, жаманды да. Педофилді да. Педофилді де біз қолдан жасаймыз. Маньяктарды. Барлығын біз қоғам мәдениет болып, бірге болып жасап береміз. Оны жекедері алып алып, оны күнәһар, оны кінәлі, оны жаман немесе ақымақ топас деп бөліп алу өте қате пікір. Жаман адам жоқ, жақсы адам жоқ. Ақылда да ақымақ адам жоқ, еріншек немесе еңбекқор адам жоқ. Бұл барлығын өзіміздің мәдениетті қоғам жасап береді. Қорытындылайын, Ханс Энсон Швеция саясаткері бар. Мен таңғалатын екі нәрсе бар дейді. Бірі тұңғиық шексіз көк аспан, екіншісі адам жүрегіндегі ізгілік. Бұны неге айтып отырмын? Біз жасап жатқан, қоғам жасап беріп жатқан, біздің мәдениет жасап беріп жатқан қылмыскерлер, бұл айтқанда біз саудалап беріп жатқан психопаттар, біз кінәлап жатқан адамдар, қылмыскерлер жалпы айтқанда. Солардың өзімен күресеміз, жасаған іс-әрекеттермен күресеміз. Түсінесіз ба? Ақымақтардың іс-әрекеттерімен күресеміз. Ал ол оған дейін қандай жағдайдан өтті, оған не итермеледі, онымен ешкім күреспейді. Үкім шығарғанға мықтымыз. Болды, сен жамансың, ол біреуге жақсы. Сен қылмыскерсің, ол мүмкін қылмыскер емес. Оған итермелеген басқа бір дүние болуы мүмкін. Оған соған алып барған болуы мүмкін. Осы ортасы оның бөлек болған болуы мүмкін. Яғни біз қылмыскердің өзімен күресеміз да, қылмыспен емес. Сондықтан мен ойлаймын, бұның барлығын жеңудің бір ғана жолы бар. Жастарға ғылым мен білім түсіндіру керек. Осындай мәліметтерді көп беруіміз керек. Насихатты қойып, ақиқатқа өтуіміз керек. Магияны қойып, мәліметке өтуіміз керек. Бар шешім осы ғана.